39 есеп. Саябақта араларын 6 метр етіп 25 ағаш отырғызылды. Осы ағаштар тізбегінің ұзындығын табыңыз дейді. Яғни міне, бірінші ағаш, екінші ағаш, үшінші ағаш, осылай 25 ағаш отырғызылды дейді. Және олардың арасы 6 метрден дейді. Яғни 1 мен 2-нің арасы 6 метр. Дәл солай 2 мен 3-тің арасы 6 метр. Енді бізге осының ұзындығын табу керек. Егер бізде барлығы 25 ағаш болса, онда бізде бірінші ағаш пен 25-ші ағаштың арасындағы тізбектің саны 1-ге кем болады. 24 тізбек болады. Ендеше бізде барлығы 24 тізбек болса және әр тізбек 6 метрге тең болса, онда біз 24-ті 6-ға көбейтеміз. 24-ті 6-ға көбейтсек, ол бізде 144-ке тең болады. Демек, осы ағаштардың арасындағы тізбектің ұзындығы 144 метрге тең. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы бұл нұсқасы.